Сәлем көрермен, сіздермен бірге мен Аружан, менің арнама қош келдіңіздер. Егер де менің арнама бірінші рет болсаңыздар, таныс болайық. Жалпы менің арнама тіркеліп кетіңіздер, себебі осы сияқты қызықты және пайдалы видеолар менің арнамда өте көп, және солардан құр қалмас үшін жаңа колокольчикті басып кетіңіздер, сол кезде сіз ең бірінші болып көресіздер сол видеоларды. Бірінші мен сіздерге айтқым келген үлкен рахмет. Кей-поп жанрындағы, кей-поп бағытындағы ең үздік пабликтердің бірі ПКП. Сол менің өз инста парақшаларына қосты. Арасан хан менің реакциям жайлы. Міне осы және соның историяға қостым. Инстаграмда үлкен рахмет айттым. Короче, сондай қатты қуанып кеттім. Сондықтан үлкен рахмет сіздердің арқаларыңызда, себебі менің видеоларымды сіздер көресіздер, лайк басасыздар. Үлкен рахмет. Ал енді видео тақырыбына оралайық. Сабақтың басталуына санаулы күндер қалды. Сіз сабаққа дайындықты бастап кеттіңіздер ме? Мені университет шақырып жатыр. Жатақханаға ала жаса тұрамын, содан влог түсіремін. Сондықтан влогтан құрғанмас үшін арнаға тіркел. Жалпы сабақты кейде зерігіп кетесің, кішкене скучно болады. Солардан мен үшін құтқаратын нәрсе ол әдемі констоварлар, әдемі дәптерлер, әдемі ручкалар. Ал бүгін мен DIY-ымда соны қалай әсемдеуге болады өз қолымыздан, соны сіздермен бөлісемін. Бәрі де оңай, бәрі де күшті. Сондықтан тезірек бастайық. Сонымен алғашқы біздің идеямыз маған өте қатты ұнады. Негізінде кейде сабақтарда біз керек тақырыпты жазуды қаламыз, үй жұмысын, сондықтан жазатын жер болмай қалады. Және соны шешу үшін бізге жай ғана қағаз керек. Соған керек ақпаратты жазамыз да скрепкалармен бекітеміз. Менің жағдайымда осындай түрлі түсті әдемі скрепкалар. Барлық скрепкаларда бола береді. Тіпті қаласаңыздар оны лакпен да бояп қоюға болады өзіңіздің сүйікті түсіңізге. Соған мен осындай екі сары скрепканы таңдадым. Енді бар болғаны скрепкамызды алып дәптердің осындай жерінен өткіземіз. Енді осы скрепкалар арқылы қағазымызды бекітеміз де солай өзімізге де өте ыңғайлы болады. Қараңыздар. Скрепка өзі қанша қағазды ұстай алады, соншама істесеңіздер болады. Осылай керек емес қағаздарды, есеп шығаруға арналған қағаздарды осылай дәптердің арасында да бекітіп қоюға болады. Келесі DIY ол осындай скучный, әдемі дәптерлердің сыртын сәндетеміз. Негізінде қарасаңыздар, дәптердің мынандай екі парағымен қаптаған да өте әдемі көрінеді. Сондықтан соны тезірек дұрыстаймыз. Мен қазір сіздермен бірге бірнеше идеямен бөлісемін. Сонымен бірінші дәптерге бізге осындай түрлі түсті қағаз қажет. Және өзімізге ұнайтын сурет шығардым. Менің жағдайымда осындай Зендаяның әдемі суреті. Енді осы қағазда дәптердің мөлшеріне қарап бүктейміз. Енді суретті өзіміздің қалған жерімізге жабыстырамыз. Енді мен басқа түрлі түсті қағазды аламын да, оны әдемі формамен қиямын. Қазір соны әдемі қию үшін сіздерге лайфхак көрсетемін. Қағазымыздың кішкентай бөлігін қиып алып, оны екі рет бүктейміз. Енді бар болғаны өзімізге ыңғайлы етіп, жаңағы формамыздың суретін сызамыз. Бір жақтан сызсақ, солай оны қиғанда төрт жағы да бірдей шығады. Осындай лайфхак. Солай бізде осындай қағаз шығады. Бұл не үшін керек десеңіздер, қазір көрсетемін. Оны дәптерге жабыстырамын. Сол жаққа мен өзімнің аты жөнімді, қай бәйне дәптер екенін жазып қоямын. Осындай дәптер шықты. Енді келесі идеяға көшейік. Келесі дәптерді осыған ұқсас етіп жасадым. Негізінде кез келген дәптердің сыртын өзіңде сыза аласың. Сонымен осыған мен ақ қағаз алдым және осындай стикерларды алдым. Осындай стикерларды мен уже көп рет қолдандым видеоларында. Және ұмытпаймыз, осындай стикерларды мен Telegram арнамада сақтап қойдым. Telegram арнама сілтеме төменде болады. Солай осы стикерларды пайдаланып менде осындай дәптер шықты.
Дәптерлерді әр түрлі қылып сәндеуге болады, ол өзінің фантазияңа байланысты. Тіпті осындай интернетте идеялар бар. Осындай минимализмда стиль бар, ал маған ұнағаны ол Blackpinkпен. Негізінде дәл осылай тек қана дәптерлерден алынған емес, сонымен қатар кітаптардың, күнделіктің сыртынан да қаптауға болады. Бәрі де өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Сондықтан тезірек осыны өзіңе жазып ал, не істейсің, не қыласың, интернеттен шабыттарды көр. Сондықтан мен саған сәттілік тілеймін. Тезірек келесі дайбаға өтейік. Кейде кітап оқығанда біз қай бетке тоқталғанымызды ұмытып кетеміз, және соны шешетін нәрсе ол закладка. Яғни әр кітаптың өзіне закладка керек. Оны өзің аяқтаған жеріне қойып қоясың. Жалпы менде соған бірнеше идея бар. Және бірінші идеяға осындай дәл жаңағы скрепкалар қажет. Қазір күшті милый нәрсе көрсетемін. Сонымен біреуін аламын да, осылай оны бүктеймін. Бүктеген жағдайда бізде керемет форма, яғни жүрек формасы шығады. Оны кітапқа қалдырған жағдайда осындай жүрек сияқты болып тұрады. Қараңыздар. Ал келесі идеяға бізге қағаз қажет. Мен жағдайымда осындай әдемі сары қағаз. Оны біздер қазір квадрат ретінде қиямыз. Артық жерін тастауға асықпаңыз, ол қазір бізге қажет болады. Сонымен қазір мұқият қарап отырыңыздар. Менің жасаған бүктеулеріме қарап, сіз де қайталасаңыздар, күшті закладка шығады. Солай бізде осындай әдемі закладка шығады. Оны қаласаңыздар әдемілік безендіруге де болады. Келесі идеяға бізге түрлі түсті краскалар және осындай салафан қажет, мешок, яғни бұның орнына сіздер тіпті дәптердің қабында қолдана аласыздар. Сонымен біздер салафанымызды красканы сумен араластырып бояп бастаймыз. Енді осы краскаларға біз қағазымызды батырамыз. Бізде осындай әдемі узорлар шығады, және соның үстінен мен бірғандай мотивация беретін сөзді жазғым келді. Сол үшін мен ақ красканы қолдандым. Одан кейін үстіне қара қаламмен бастырдым. Солай менде осындай закладка шықты, және оның үстіне мен істей сөзін жаздым. Келесі идеяға мен осындай банканы қолдандым. Оның орнына сіздер пластмасса бутылка, немесе осындай үлкен стакандарды да қолдана аласыздар. Сонымен оны безендіру үшін мен осындай пряжа алдым. Осы банканы безендіру үшін осы пряжаны мен сыртынан орап шықтым. Енді пряжаны безендіру үшін екі моншақты қолданып, оларға көз сыздым. Солай менде осындай ручка салып қоятын ыдыс пайда болды. Ал енді біздер өзіміздің қарындаштарымызды, қаламдарымызды сәндейміз. Бірінші идеяға мен матаны қолданамын. Ол матаны бір рет бүктеп, жүрек сияқты етіп қиямын. Маған солай екі жүрек қажет, солай екеуін бір-бірімен желімдеймін, және олардың арасында міндетті түрде орын қалу керек. Ал келесі қарындашқа мен осы матадан бантик жасаймын. Ол үшін кішкентай мата және соны матаны бүктеп, оны бекітетін кішкентай сол матаның бөлшегі, яғни жіп сияқты. Енді осы бантты қарындашыма бекітемін. Ал соңғы идеяға бізге осындай пряжа қажет. Бірінші мен осындай кішкентай бөлігін қиып аламын. Енді бар болғаны оны осы саусақтарынан былай өткіземін. Көп өзіңіздің қалағаныңызға шейін өткізе беріңіздер. Енді алдын алып қойған жібімізбен оны байлаймыз. Сыртынан кәдімгідей полностью байлаймыз. Помпонымызды енді пряжадан қиып тастаймыз. Енді оны осылай қиямыз.
Понпонымызды осылай қолмен істегенде солай ол пышный болып шыға келеді. Енді бар болғаны оны қарындашымызға бекітеміз. Мен ол үшін резинканы қолдандым. Солай менде осындай керемет қарындаштар шықты. Ал енді соңғы нәрсе ол қарындаштарымызды тағы да безендіреміз. Ол үшін мен лактарды немесе краскаларды қолданамын. Енді қарындашыма прозрачный лакпен блестяшки қосамын. Солай менде осындай нәтиже шықты. Тек қарындаштарыма ғана жасадым. Негізінде қаламдарға да жасауға болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен сыныпта бір қыз болатын, өзінің қаламдарын күшті қылып скотчтармен істеп, сондай күшті сондай істесеңіздер. Сондықтан сабаққа керек заттарыңызды өзіңіздің стиліңізде жасаңыздар. Себебі ол өзіңізге де пайдалы, фантазияңызды да күшті, креатив дегендей. Сондықтан DIY-ды міндетті түрде қолға ал. Шыны керек, бәрі де қолжетімді бағада, сен де соны өзің істей аласың. Жалпы келе жатқан жаңа оқу жылы құтты болсын. Бәрімізге сәттілік әкелсін осы жыл. Сабақтарын бәрін алыңдар, күшті оқыңдар. Себебі біздің қолымызда болашақ. Ал болашақ ол ақылдылардың, күшті жастардың қолында, я. Сондықтан тезірек лайк бас. Арнаға тіркел, мен сен үшін тырыстым, осыны істедім. Жалпы бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған мен Аружан, менің инстаграмға тіркеліңіздер. Инстаграмға күшті мен фотоларды саламын, сонымен история саламын, күнделікті өмірімді сұрақта көрсетемін. Сондықтан сіздер инстаграмға тіркел. Сонымен сіздермен болған мен Аружан. Сау болыңыздар. Сәттілік.